Балкан көлік ішінде Әлиден үйдің жақын маңынан мотоциклді байқамадың ба деп сұрайды. Әли көрмегенін айтады. Дерин дүкеннің ашылу салтанатына дайындалуда. Ол Нілдің түріне көңілі толмай, сын айтады. Дүкеннің ашылу салтанатына қонақтар жинала бастады. Халюк оңашада Ихсанға ұлы туралы және Хижраның жаман ауруға шалдыққанын, сосын ұлын аманаттағанын айтады. Халюк бұл мәселені Гүнюлға да Хижранға да уәде берген еді. Сол уақытта дүкеннің ашылу салтанатына шақырусыз Селчук келеді. Ол бәрімен жылы амандасады. Балкан Селчуктың қасына жақындап қатаң үнмен, енді екеуміздің ортақ ісіміз жоқ деп ашуланады. Селчук оған, алаңдама, менің сенде шаруам жоқ дейді. Дүкеннің ашылу салтанатына Әсия мен Синан да келеді. Балкан Синанның келгенін жақтырмай Дериннен, мына сұмырайды кім шақырды деп сұрайды. Дерин оған, мен шақырдым деп күлімсірейді. Ал Бахардың аты жөні шақырылған қонақтардың тізімінде болмайды. Сол уақытта Мелих есімді ер адамда келіп, бәлкім мен де тізімде жоқ шығармын деп сұрайды. Бахар ашуланып көлігін алдырмақ болады. Сол уақытта Балкан сыртқа шығып, Мелихпен амандасып, Бахардың неге кірмей тұрғанын сұрайды. Бахар Балканға, менің аты жөнім тізімде жоқ екен деп шағымын айтады. Балкан оған, бір түсінбеушілік болған ғой деп Бахарды ішке кіргізеді. Олардың алдарынан Гюнюл шығып, туған бауыры Мелихпен құшақтасып амандасады. Мелих Гюнюл әпкесіне Бахармен танысқанын айтады. Бірақ Гюнюл Бахардың келгенін жақтырмай, бауырына қарап, ең соңында танысатын адаммен танысыпсың деп мысқылдап Бахарға қарап күледі. Халюк Балканның қасына жақындап, Селчукты қадағалап жүр. Ол бұл жерге сен үшін келді деп тапсырады. Әсия Тургайды Синанмен таныстырады. Дериннің заттары жақсы сатылып жатыр. Сол күні ол сатылымнан түскен табыстың 30.000 фунтын жариялап айтады. Халюк Селчуктың қасына жақындап, бұл жерге неге келдің деп сұрайды. Селчук оған, ішім пысты, сол үшін келдім деп жауап береді. Халюк оған, не істемек ойың барын білмеймін, бірақ отбасымнан аулақ жүр деп ескертеді. Балкан Синанның қасына келіп, сен бұл жерде не істеп жүрсің? Өз басыңа бәле тілеп жүрсің деп бопсалайды. Синан оған, маған текердак ұнап қалды, осында Әсия да бар, мен ұзаққа қаламын дейді. Әсия әжетханаға кеткенде, Балкан оның соңынан ереді. Әжетханаға кірген Балкан есікті іштен құлыптап Әсияны шығармайды. Ол Әсияға, мені есімнен адастырмақшысың ба? Мұнда екі еркекпен келіпсің деп ашуланып айқайлайды. Осы кезде Дерин келіп, әжетхананың есігін қағып, Балканға есікті ашуды айтады. Әсия есікті ашып, сыртқа шығады. Балкан мен Әсияны көрген Дерин ашуланып, оған ештеңе деместен қаша жөнеледі. Сол сәтте Халюктың отбасы жиналып суретке түскелі тұрғанда, Селчук барлығына, мына отбасылық суретке бір адам жетіспей тұр. Халюк Гучленің бас тартқан ұлы, Селчук деп бәріне өзін таныстырады. Жиналған жұрттың бәрі аң-таң. Селчук оларға жақындап, ұялы телефонына барлығын суретке түсіріп алады. Халюк үндемей қалады. Дерин әкесіне ашуланып, әке мынау не сандырақтап тұр? Біз масқара болдық деп дауыс көтереді. Халюк кірерге тесік таппай бәрінен ұялып, үн қатпастан кетіп қалады. Селчук Гюнюлдің қасына барып, ал сен мына суретті көр деп Халюкпен Хижранды түсіріп алған суретті көрсетеді. Гюнюл күйеуінің опасыздық жасаған үшін ел жұрттан ұялып, ештеңе деместен таксиге мініп кетіп қалады. Қонақтардың барлығы тарай бастайды. Дерин мен Балкан Демирді үйлеріне алып кетеді. Ал Гюнюл Халюкты үйіне кіргізбей қояды. Кешкілік Дерин анасына хабарласып оны жұбатады. Гюнюл қызына, әкең мені құртты, енді текердактың бәрі білді. Біз масқара болдық деп ренішін білдіреді. Сол уақытта Дериннің үйіне әкесі келеді. Дерин әкесіне, біздің Селчук есімді есалаң бауырымыздың бар екені рас па деп айқайлайды. Халюк қызына қалай түсіндіретінін білмей дал болады. Бөлмесіне кірген Дерин Балканға көңілсіз күйде, сен мені көп ренжітесің дейді. Балкан әйеліне ақталып, сол кезде мен жай ғана әжетханаға кіргенмін, сол жерде Әсия да тұр екен дейді. Дерин оған, үндеме, ары қарай не айтатыныңды білемін. Бәрі Әли үшін дейсің. Сол қатының құрған тұзағына түсіп қала бересің. Қазір отбасымның қиын сәтінде менің қасымда болшы. Сенің қолдауыңа мұқтажбын дейді. Балкан әйелін құшақтап, әрқашанда сенің қасыңда боламын дейді.
Гюнул газет редакторының башысын сатып алып, оған артық ештеңе жазбауын қамтамасыз етеді. Әсия Бахарға Волканның өзін қалай мазалап жүргенін айтып береді. Сол сәтте Волкан Әлиге видео қоңырау шалады. Ол Әлиге қарындасымен бірге уақыт өткізуге өз үйіне шақырады. Әли зорға деп келіседі. Волкан Әлиге біршама уақыттан соң алып кететінін айтады. Бахар Әлидің қасына жүгіріп барып, Волканға жолға шығатынын және Әлиді өзі жолай апара алатынын айтады. Волкан Әсияны көре алмайтын болған соң іштей ашуланады. Сол уақытта Волканның көмекшісі оған Синанның Стамбулға кетіп бара жатқанын хабарлайды. Дерин газет бетіндегі жағымды жаңалықты оқып анасына қарап таңғалады. Гюнул қызына, бұдан былай газет редакторының башысы біз туралы жақсы жаңалықтарды шығарады деп сенімді түрде айтады. Джавидан газет бетіндегі бұрмаланған жаңалықты оқып құрбыларына, бұл Гюнулдің ісі, қалай болғанда шындықты ел жұрттың бәрі біледі. Атағы жер жарған Халюк Гучленің некесіз баласы пайда болды. Қызық екен, бұл Селчуктың анасы кім екен деп күледі. Содан соң ол даяршы болып жүрген Нілге қарап, Селчуктың қызы, бәрін білуі тиіс деп Нілге қарайды. Ніл оған ештеңе білмейтінін айтады. Дерин анасына жаны ашып көмектескісі келеді. Ол анасына маған олардың мекен жайын беріңіз, өзім Хижранмен немесе Селчукпен кездесіп сөйлесемін деп ашуланады. Гюнул қызына, бұл менің мәселем, сен күйеуіңмен қызыңа көңіл бөл. Ең бастысы сенің жағдайың жақсы болсын дейді. Дерин анасын құшақтап жақсы көретінін айтады. Содан кейін Гюнул өзінің адамына хабарласып, Әсия мен Синанның арасында не болып жатқанын анықтауды тапсырады. Ніл Әсияға хабарласып, Селчуктың қылығына алаңдап, оның телефонға жауап бермегенін айтады. Әсия оған, Селчук бұл оқиғалардың тездетіп шешілгенін қалайды деп Нілді сабырға шақырады. Сосын Әсия Селчукке қоңырау шалып, неге Нілдің қоңырауларына жауап бермейсің, оны ренжітпе дейді. Селчук оған, мен Нілді ренжітпеу үшін оған жоламай жүрмін деп жауап береді. Халюк Хижранмен кездесіп, ақыры сенің арманың орындалды, бірақ жағымсыз жаңалықтар газетке шықпады дейді. Хижран таңғалып, мен Селчуктың сондай әрекетке баратынын ойламадым дейді. Халюк Хижранға ұрысып, қаласаң ұлың туралы мәлімет берейін. Біз таныспай тұрған кезімізде ақ, ол менің отбасымды қорқытқан. Ол күйеу баламның баласын ұрлап, одан көп ақша талап еткен дейді. Хижран оған, біздің кесірімізден ұлымыз сондай болды. Оның қасында не әкесі, не шешесі болмады. Ұлымызға өмірдің ағы мен қарасын үйретпедік дейді. Халюк оған ашуланып, мына хабарды айтып, оның қолына козыр ұстаттың дейді. Бахар Әлиді Волканның үйіне алып келеді. Мелихте сол үйден шығып Бахарды көріп амандасады. Әлидің көмегімен Мелих пен Волкан оны үйге кіруге көндіреді. Синан Әсиямен қоштасуға келеді. Бірақ олардың сыртынан Гюнулдің жалдамалы адамы суретке түсіріп алады. Дерин анасымен қоштасып өз үйіне жол тартады. Бахар Мелихтен қашан Стамбулға кететінін сұрайды. Мелих оған, жұмысым шешілген бойда кетемін деп айтады. Сол сәтте Әли әкесін шақырып алады, ал Бахар мен Мелих оңаша қалады. Бұл уақытта Әсия жүгіру кезінде өзінің науқасы Фарук пен оның әйелін кездестіреді. Олар Әсияны өздеріне қонаққа шақырып, міндетті түрде торттың ыдысын алып келуін сұрайды. Себебі ол ыдыс олардың үйлену тойындағы сервиздің бір бөлігі екен. Әсия оларға, сіздер маған мекен жайларыңызды жібергенде, торттың ыдысын апарып беремін деп әрі қарай жүгіріп кетеді. Волкан Бахарды шығарып салады. Мелих Бахармен оңаша қалған сәтте, біз тағы кездесеміз бе деп сұрайды. Бахар оған бұйырса деп үйден шығып кетеді. Сол уақытта үйіне келе жатқан Дерин Бахарды тоқтатып, бұл жерге неге келдің деп сұрайды. Бахар оған Әлиді әкелгенін айтады. Дерин мысқылдап, балаға деген сағынышыңды Әли арқылы басасың ба дейді. Бахар оған, ол да мүмкін, алайда нашар ата-ана болып, балаға мән бермегеннен жақсы деп өз жөнімен кетеді. Әли Демирдің көңілін көтеруге тырысты, оны ойын ойнаумен алаңдатпақ болды. Бірақ Демир оған мектеп шатынан шығып кеткенін, себебі әкемнің заңсыз ұлын бәрі біліп, мені мазақтап жүр деп айтады. Гюнул Халюкке хабарласып кеңсеге шақырады. Халюк кабинетке кіріп, не болып қалды деп сұрайды. Гюнул оған, мысалы сен өлсең бұл компанияны кім басқарады деп сұрайды. Халюк оған, әрине балдарымызға қалады дейді. Гюнул оған, ертең не болары белгісіз, адвокаттарға хабар бердім.
балдарымның несібесін әлгі Селчукқа бермеймін деп кабинеттен шығып кетеді. Хижран Нілмен кездесіп, Селчукқа өзінің ракпен ауыратынын айтпауын сұрайды. Бірақ Селчук Нілдің жұмысына келіп, олардың әңгімесін жасырын тыңдап қалады. Селчуктың көңілі босап, Әсияның үйіне келіп, ұйқы безінің 4-ші сатыдағы рагы емделеме деп сұрайды. Әсия оны үйіне кіргізіп, тексерусіз ештеңе айта алмаймын. Бірақ қазір анаңның қасында болғаның дұрыс деп кеңесін береді. Селчук Әсияның үйінен шығып бара жатқанда, дәл сол сәтте Валкан мен Әли келіп қалады. Әли Селчукты көріп, сен Демирдің ағасы емессің ба деп сұрайды. Бірақ Әсия ұлына үйге кіруді айтады. Валкан Селчукке ашуланып, сен мұнда неге келдің деп сұрайды. Селчук оған, менің сенде шаруам жоқ деп өз жөнмен кетеді. Содан кейін Валкан Әсияға қарап, байқаймын үйіңде адам қарасы үзілмейтін болыпты дейді. Әсия Валканға қатаң дауыспен мазамды алма деп есікті тарс жабады. Валкан кетіп бара жатқан Селчукты тоқтатып, оны бопсалай бастайды. Селчук болса Валканға, сен неге Әсияны айналшықтап жүрсің? Әлде бәрін дерең әпкеме айтып берейін бе? Бауырлардың арасында сыр болмау керек дейді.